Сәлем барлығыңа. Бүгін біз группаластардан үлгілі отбасы деген қандай болатынын сұрайтын боламыз. Бірінші біз өзіміздің куратордан сұрайтын боламыз. Апай, сіздің ойыңызша үлгілі отбасы деген қандай? Менің ойымша үлгілі отбасы деген толық мүшеден тұратын отбасы. Отбасында сыйластық болса, балалары ата-аналарын сыйласа, сол ата-аналардың айтқанымен ата-аналарын қуантып жүрсе, сол үлгілі отбасы деп санаймын. Мен толықтай келісем. Ары қарай сұхбатымыз жалғасуда, ал енді кезекті сұрақ ол Жасминаға. Жасмина, сенің ойыңша үлгілі отбасы деген қандай? Отан отбасынан басталады. Әрбір шаңырақта жарын және де балаларын, өмірлік серіктерін жақсы көрген, және де сол сүйіспеншілікті өзге туыстары, таныстары, достары үлгі етіп алса болады. Менің ата-анамның, мысалы үшін анам мені өте қатты қолдайды, қандай жағдай болса да мүлдем ұрыссыз, және де барлығын жаймен түсіндіруге тырысады. Сол мінезі маған қатты ұнайды. Ал кезекті сұхбатымыз жалғасуда. Ал кезекті сұрақ ол Мадияр бауырымызға. Ал Мадияр, өзінің отбасындағы бір адамның жақсы қасиеттерін атап өтсең. Отбасы деген жақсы ғой. Әрине мен отбасымда өзіме ерекше ұнайтын, ерекше жоғары бағалайтын адамдар бар. Бірақ та әрқайсысын бөліп жармаймын. Бірақ та мен отбасымдағы әкемді көбінесе жоғары бағалаймын. Әкемнен тәрбие алып отқаннан кейін әкемді қатты сыйлаймын. Ең жақсы адам деп сол кісіні мен айта аламын. Өйткені әкемнің жүрген жолымен мен де жүріп келемін. Сол сияқты әкем маған жастайымнан тәрбиені берді. Мен солардың тәрбиесін алғандықтан осындай дәрежеде, осында отырмын дегендей. Сол